Сәлем достар, бүгін маринадталған қызанақ жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен мен бақшадан қызанақ пен болгар бұрышын теруден бастадым. Огородта өскен көкөніс өте нәрлі, дәмді әрі балғын болады. Сосын өзіме керекті 6 банка жудым. Мол суда көпіртіп тұрып банканы тап-таза етіп жуу өте маңызды. Одан соң шайып жатырмын. Енді кезек қызанақ пен болгар бұрышында. Оларды да сабағынан ажыратып, тазалап жуу керек. Бөлек ыдысқа жуылған көкөністерді салып жатырмын. Сосын чесноктың қабығын ашып, болгар бұрышын 2-ге бөліп, артық жерін алып тастаймыз. Оларды да суға жақсылап жуамыз. Суға жуып алған соң банкамызды алып, ішіне толғанша қызанақ саламыз. Арасына 1-2 болгар бұрышын, 5-6 чеснок және укроп салып жібереміз. Енді барлық банканың үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып, 30-40 минутқа қалдырамыз. Сосын ол суды төгеміз. Сонда банка мен көкөністер қайнаған судың буымен стерилденеді. Төгіп жатырмыз қайнаған суды. Енді әр банкаға 2 қасық шекерден саламыз. Менде 2 литрлік. 1 литр болса 1 қасық. Егер 3 литрлік болса 3 қасық салуға жетті. Екі қасық тұз саламыз. Екі қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш саламыз. Бір шай қасық бұрыш және 4-5 тал лавр жапырағы, 4-5 тал лавр жапырағы мен 1 шай қасық сірке қышқылын қосамыз. Сосын үстіне қайнап тұрған суды құйып, бетін қақпақпен жауып, жапқышпен бұраймыз. Закрывашкамен. Банкаларды төңкеріп, жып-жылы етіп, 1-2 тәулікке орап қоямыз. Көрпемен орауға да болады. Сосын қыста рахатыңызға жейсіз. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Мадина Сембек.